Ассаламу алейкум, азиз телетамаша көйлер. Сіздердің пайызлы шаңырағыңызда кино подкаст көрсетуіміздің кезектегі саны. Мен баслаушыңыз Захида Шәрбаева, менен біргелікте. Әзиз достар, хабарыңыз бар. Бұл көрсетуіміз арқалы бүгінгі Қарақалпақ кино әлемінде өздерінің гіреулі орнына ие инсаларды мейманға шақырамыз. Һәм бүгінде көрсетуіміздің кезектегі қадірлі сіз һәм біз сүйген инсаны бар, яғни Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Достық ордені иесі, көптеген жастардың, бүгінгі күнде актер жастардың ұстазы, доцент Базар Байназарымбетов. Хош келіпсіз. Рахмет. Өзіңізді студияда көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Мен қуаныштымын. Рахмет. Демек хабарымыз бар, сізді халқымыз да біз де сағындық. Бүгінгі күнде көбінше актерлық емес, бәлкім ұстазлық жолында көп жұмыс алып барып жатырсыз. Дұрыс, актерлық жолында енді әзір менің соға дейін бітірген балаларым әзір жас тамашагер театрында, үлкен Бердақ театрында жұмыс алып барып жатыр. Әсәсі көзге көрініп, рөлдер ойнап, не батты. Әзір міне және бір курсым 27 балам бар. Курсымда солармен енді диплом жұмысы дейді, диплом 4-ші курс бітіру керек, диплом жұмысымен диплом спектаклін істеп жатырмыз. Кейін жұмыс әзірде қызғын таярлықта болып жатыр. Соның үшін онша былай шығуға уақытым болмады. Бірақ енді о кинодан, телевидениеде осындай бір мұрат болса, сондай бір рөлге шақырылса, оған уақыт тауып барамыз ғой. Соның үшін әзір жұмыс нелеу. Бүгін не мәселен, бүгін ертең ары күні 3 күн театрда кеште спектаклім бар. Сағат 6-та. Әлбетте, өзіңізді ықласпенділер һәм бізде кино ықласпенділері сол киноға түскен рөллеріңіз арқылы жақсы таниды. Келің сәуетімізді басламастан алдын, кино актер менен театр актері арасындағы айырмашылықты айтып өтсеңіз. Айырмашылық енді кино актер болу, енді актер болғаннан кейін кино актеран болып білу керек, театр актеран болу керек. Енді театрдың жауапкершілігі жүдап күшлі. Неге десең, театрда көп ұстаздар айтады ғой, темір тәртіп, темір інтизам болу керек деп. Мәселен, театрда бір спектакльді бүгін ойнасаң, ертең және ойнауың керек сол спектакль. Бүгін бір жерлерінде аз-маз бір кемшіліктері болса, ендігі ертеңгі спектакльді соны толтырып бар берсең. Ал кинода бір түстің бе болды, қалды сол. Сонымен қалды, оны өзгерте алмайсың. Егер да съемка деймін, пересъемка, олар енді оны режиссерлар, операторлар шешеді ғой. Бірақ бір түскен кино солайша қалады да ол жерде. Демек, театр сахнасында импровизацияға Білесіз бе, біз сізді Қоңсылар фильміндегі Құдай Назар, яғни Ата Бизар образы арқылы жақсы танимыз. Бұл образ сізге қалай таңланды? Енді бұл кино туралы үлкен тарсулар болды. Киноның бірінші съемка күні, бір съемкадан бастадық, эпизодтан соны түскен күні Мұрат Байғанзанов автор, өзі сценарий автор, өзіңіз білесіз, режиссерлары Бектілеу Низамадинов һәм Бәудің Ағабай Мырзаев екеуі режиссерлік қылды. Енді операторлар Әсенбайғалар нелер істеді. Бірінші съемка күні тамам болды. Кеште Мұрат Байға маған қоңырау қылды. Бір кеп кетесің бе деді. Мен бүгінгі болған съемкаге, бүгінгі болған ойна неге эпизодқа мен көңілім толмады. Менің ойымдағыдай Құдай Назар шықпады одан деп. Сен түсінбегенсің деп. Рөлді түсінбегенсің, сценарияны дұрыстап түсінбегенсің деп. Яқшы деп ертеңіне азанда киностудияда неменен Мұрат Байғамен ұшырасатын болдық. Режиссерлар, оператор бәріміз сөйтіп, сонында қайттан не қыл дейді, орысша обсуждение дейді осы, рөл туралы не туралы обсуждение былай сөйлесті, не қылдық. Кейінен барып түсіндім, кейінен кейінгі съемкада әйтеуір бәрі орнына түсті. Кейінен бірақ жасыраным жоқ, Бектілеу Низамадинов бір не айтып қойды маған құлағыма. Біздің Тебірсін қарының інісі бар еді. Бердімұрат ағам, Бердан ағам. Как раз кімнің? Бектілеу Низамадиновтың қайнатасы. Соның прототипін ал деді да.
сол адам прототипін ал деп. Сөйтіп көз алдыма келтірдім сол адамды. Жүріс тұрысы қандай, неғі білеме уақытында сол ауылдан сол Нүкіске көшіп келіп, моторлер айдап жүргендерін білемін да сол адамның каск киіп. Соны естіп, көз алдыма келтіріп, соның прототипін алдым десем болады сол. Зор, себебі бұл қоңсылар көркем фильмі арқалы ықыласпенділер жүрегінен терең орын алдыңыз десек те болады. Хәтте бүгінгі күнге шекем, сол социал тармақтардан қайта-қайта көріп шаршамаймыз. Енді бұл киноның түсуінде де үлкен машқалалар болды. Неге десең, мен тихарғы жұмысым театрда еді уақытта. Театрда істеп жатыр едім. Сол вақытлары бір әзір ядымда жоқ бір спектакль алып үлкен репетиция болды. Азанда онда репетиция бастан сағат 12-1-ге дейін. Сағат 3-ге дейін, 4-ге дейін обед береді, 4-те және репетиция бастады, кешкі 7-ге дейін. Уақытта Нажмайдаған Сатпаев Өзбекстан халық артисі ұстазымыз істеп жатыпты, білесіз, Нажмайдаға жүда жауапты репетицияны жауапкершілікті жүда талап ететін адам. Кейден, енді съемка күндіз болу керек қой, енді уақытты қалай табамыз? Мұратбайға мен ойласып алдық, не қыламыз деп. Мұратбайға ден, давайте енді жаздың күні мен азанда 4-те тұрайын. Сөйтіп 5-ке дейін машин келсе, мені алып кетсе, таңнан бастасақ бола ма жұмыс істесек? Ал сен тайын болсаң, тайынбыз деді біздер деді. Сенің уақытына қараймыз деді. Сөйтіп сол келісіп азағы 4-те тұрамын, азыма шайпайын ішемін, балашаға ұйқылап атады. Сыртқа шығамын, Мұратбайға жіберген дебет машина келеді, сөйтіп мені міндіріп алып кетеді. Уақытта киностудия, сол фильмнің директоры Пердебайға береді, бейшара тие берсін. Сөйтіп съемочный площадка тайылып қояды, барып түсеміз, сағат 9-ға дейін съемка болады. 9-да мен болды, уақытым болды, сөйтіп уақытымды болғаннан кейін қайттан киімдерін алмастырып, не қылып, қайттан театрға жұмысқа барамын. Театрда репетицияны сағат 1-ге дейін істеп болып, 1-де және машин келіп тұрады. Бейшара тие берсін, Пердебайға сол вақыттарда сол машин іште бір самса, пирожкі алып қоятын деді. Обедке де уақыт жоқ та, обедленуге, бір ауқат жеуге. Соны барамын, съемке площадкаға барамын дегенше, сол пирожкилер жеп барамын, ол жақта тайын тұрады. 2-ден 4-ге дейін және 1-ден 2-3-ге дейін сонда репетиция болады. Онан кейін қайттан театрға барып, және репетиция сағат 7-тер тамамаған, және машин келеді, түнгі съемкілерді, үйдің іште съемкілер түнімен амалы береді ғой. Сөйтіп съемкілерді істеп едік. Сонда адамлар айтқан ғой, енді мен ұзын құлақтарда естіп, бұл қашан үлгеріп жүрді бұл? Бұл азына кешке дейін театрда еді ғой, репетиция, қашан үлгеріп бұл киноға түсіп деп. Әне сондай жұмыстар болды. Бәрі минеттің арқасы ғой, минеттің арқасы. Минет һәм таланттың арқасы. Мүмкін талант. Әлбетте шын қалыптен қалеген инсан һәммен нәрсеге де үлгереді. Үлгереді. Осы жауабыңызда және бір сұрау пайда болды. Киноға, съемкаға түсуге барамыз, ондан келіп және театр деп. Екеуінің образы екі түрлі болады. Екі түрлі болады. Шығу сізге қиын емес па? Қиын, енді бұған біздер енді неше жылдық неміз бар, не қыл дейді, опыт бар дейме? Тәжірибе. Тәжірибе бар. Енді кинода сол неғып тұрып, съемка бастады дегенде сол образға кіріп кете беруін керек. Оған үйренгенбіз ғой, үйренгенбіз. Демек, күнделікті жұмыс болғаннан кейін үйреніп кетеміз. Демек, бүгінгі күнде Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәмде мәдениет институтында ұстаз, яғни көптеген жастардың ұстазы есебінде сабақ беріп жатырсыз. Өзіңіздің сол тәжірибеңізден келіп шыққан халда бүгінгі жас талант иелеріне, яғни жас актерларға ең ахметлі қандай үгіт насихат айтқан болар едіңіз? Үгіт насихат раст айта берейін бе? Айта берің. Біздің жастарымызды құртату мына сотовый телефон. Сотовый телефонда TikTok дейме, және бір заттар, нелер түсіріліп, социал тармақтарға қойып, біздің институтымыздың балалары нелер бір, күйеуіне кемесін, келіспеген бір заттарды бір не алып қояды да, мен айтамын, ондай сол балаларды шақырып алып, сіздер көркем өнер мәдениет институтында оқисыз, сіздер бір
Ибраим Юсуповтың, Кеңесбай Рахмановтың, басқа да бір шайырлардың, бір драматурглер, бір монологын, я қос қатарларын бір жақсы шырайлы етіп оқып берін, соларды қойыңына Инстаграмға неге. Бір адамдар көріп әжетсіз еді. Бір келіспеген бір заттарды істеп, бір мүмкін жастарға сол жағатын шығарды мүмкін. Вайнер мен не дейді, анау дейді. Қайда мен оған бір өзімде қабыл ете алмадым ол заттарды. Настоящий шын актер өзін сахнада, мынандай киноларда көрсетсін, бір түрлі анау заттарды өйтіп, бүйтіп, жырбаң етіп, жастарымыз қаяққа баратықты. Қаяққа барады, сол жағы мені ойландырады. Мәселен, театрда да Құрбан Қаландаров бар, үлкен ұстаз актерлар бір Өмірбай Қосымбетов бар, Жұмағұл Сағындиев бар, Сұлухан Ғаниев бар, барлығы бірқатар солар театрдан жасы көллері театрдан. Репетиция уақытын көреміз да, көп осы телефонның үстінде тартыс болады. Театрға сахнада репетиция қиып атқанда, о сахнан қаптанды деп көріп қалсаң, әмес телефон шылап өткен көресің. Яқ, сен әуелі, сен бүгінгі репетиция тайырлан, рөліңе тайырлан, образыңды ізлен азмаз, неғыл, монологтардың ішінен қайталап отыр, яқ. Сол Құрман мияқтан жүреді, Сұлухан апаң жүреді, мен жүреме, өшір телефонды, ап қой, тайырланып тұр. Деген нелер көп айтамыз да, соның үшін бір дирекциядан неден бір ілтимас етуен, бір зат бір ойлап табыңна, театрға кіргенде, ұлыма телефон деген тастап кетсін. Станиславский айтады ғой, театр начинается с вешалки. Театр вешалкіден бастады. Вешалкіден бастағанда ұлыма тек киімді, аяқ киімді қыстырып кету емес. Ол мына сыртта болған, үйінде болған бір проблемалар бәрін тастап кету керек. Шын кеуілмен хақ ниетпен сахнаға кіру керек та, әзір ол традициялары бәрі қалып баратқандай маған не. Мына телефон әмме жерді енді керек шығар әзір. Әмме жерде иелеп баратырды, иелеп неғып баратырды. Соның себебінен міне социал тармақтарда жастарымыз көплеу мына негативный бір заттарды көріп, басқа бір тәрбиеға неғып баратқандар ұшырасып жатырды. Үлкен машқыда. Әзір тек қана бұл театр тармағында, біздің мәдениет, көркемдік мәдениет үйесінде емес, ол барлық университет, барлық жастарымызда. Ол республиканский масштабтағы проблемалардың біреуі болып тұр, сол нәрселердің бәрі. Оға да орылы. Демек, ең жаныңызды аштатығын нәрсе бүгінгі күнде сол жастардың көбінше социал тармақларда, яғни инсанға пайдасы болмаған нәрселермен шұғылануы. Рахмет, оға да орылы пікір болды. Әлбетте, сіздің шәкіртлеріңіз һәм басқа да жастар тамашалап отырған болса, әлбетте өзіне керек жерін түртіп алады деген ойдамыз. Дегенменен, оға да орылы һәм инсанның өмірінде ең үлкен ахметлі бір үгіт насихат айтты десек болады. Рахмет, біз білеміз, сіздің шаңырағыңыз көркем өнер пидайылары саналады. Бүгінгі күнде сіздің дөретушілігіңізге, яғни алдағы уақытта дөретушілігіңізге қаншелі дәрежеде бұл тәсір еткен? Маған өзімнің қожалығымның мәселен ойлап қарасаң, өмірлік жолдасым Сұлухан Ғаниева, одан сол театрымыз актрисасы, Қаралпақстан қызмет көрсеткен артист. Онан кейін баламыз Әзизбек Насарымбетов, одан сол театрдың әсте бір неғылдейміз бір ведущий актер дейді, бір аппаратор сондайлардың бірі болып театрды. Мен баламнан келім тоқ. Потому что ол істеген жұмыстарын, ойнаған рөлдерін көріп келім толады. Басқа да ұстаз актерлар бәрін мақтайды. Нәжібайлаған Сатпаев көп мақтайды. Күліп қояды, сен балаң сенен алып түсті деп. Құдайға шүкір, енді жақсы. Бір творческий барлық театрда істейтін, бір-бірімізді түсінетін, кәсібін түсінетін инсанлар болғаннан кейін, бір шай үстінде де, бір ауқат үстінде де азына бір бүгінгі болған спектакль туралы, алынып атқан спектакльдер, пьесалар туралы өздеріміздің пікірімізді айтысып неғып отырамыз. Бұл басқаша. Дұрыс. Пайдасы көп оның. Әлбетте дұрыс. Яғни Әзиз Назарымбетов көплеген ықласменділердің жүрегінен Жәмила спектаклі арқалы терең орын алған десек. Маған амжыда әр сол Жәмила спектакль болғанда мен баланы көру үшін емес, ұлыма спектакльді көру үшін бармын. Онам режиссер Марқабай Үсенов жақсы инсценировка істеген, һәм жақсы постановка қойған. Актерлардан өз орнынан қойған.
Дұрыс айтасыз. Енді бір аз-маз айтып өтейін, мәселен сол Жәмила спектаклінің таярлап жатқанда міне анда және де Шыңғыс Айтматовтың Лувр үйрегі, яғни теңіз бойлап жортқан тарғыл көпек пьесасының таярлығы кетті. Ол жақта біздер беттен Мұхтар Рейім, ол жақта Марғабай Үсенов істеп батырып еді. Негедір Әзиз екі жақта да жоқ, рөлден бос қалды деп жүріп еді. Кейіннен бір нелер бір ілтимас етіп, мына Данияр табылмай жатқан. Даниярды ойнаушы актерді таба алмай жатқан бір прототипі, бір жергі сол Марғабайға онша ұнамаған. Аз-маз бір жұмыс нетіңгірейіп қалған, репетиция кейден. Бір актерлардың біреуі, үлкен актерлардың біреуі әсем Марғабайдың құлағына сыбырлаған да, сен Әзизден бір көрсең о Даниярға деп. Ілтимас еткен бір көрік қане. Онса уже сахнаға шығып кетіп, сахнада мизаммен репетиция болатын. Сөйтіп, шақырың Әзизден, Әзиз барған, мына пьесаны ал деген. Пьесаны оқыдым деген Әзиз. Онда өрелін, ол ярлайтын өрелім жоқ қой, оның ішінде бір 3-4 ауыз сөз ғой, болғаны ғой деген Даниярымыз. Яқшы азанға тайырланып келді, азанда келіп Марғабай Үсенов сол Әзизбенен репетицияны бастаған. Сол Әзиздің істегеннен көріп, бұлда да бір заттар ойнанып, оянып, репетиция жүда қызғым өткенде, жақсы өткенде, кейінен спектакль жүда жақсы болып шықты. Жүда жақсы болып менің көлімнен шықты ол спектакль. Әлбетте, бүткіл халқымыздың көлінен шықты десек те болады. Әсіресе жастар арасында бүгінгі күнде Жәмила спектаклі қайта-қайта көріліп, аңымызға сіңді десек те қателеспейміз. Тура. Кезектегі сұрауымыз сонан ібарат. Сіздің ойыңызша бүгінгі күнде Қарақалпақстанда актерлар мектебі қалыптасқан бе? Қалыптасқан. Енді қазір заман сондай, егер бір кәсіптің иесіне балаларға айтаман да, жастарға бір кәсіпті таңладың ба, соның оқуында оқып жатсың ба, соған өзің сол жан таның менен танымасуың керек. Сол ана міне институтымызда Өзбекстан халық артисті үлкен ұстаз Нәжімбет Аңсатбаев бар, Өзбекстан қызмет көрсеткен артист Марияш Исмаилова бар, институтымызда доцент, кафедра бастығы, актер, режиссера, актер шеберлігі кафедрасының бастығы Лиза Тасболатова Оразымбетова бар. Белгілі бір жүда бір неғылды өздеріне ұстаздардан бір алып қалатын жақсы талантты ұстаздар бар. Соларды алып қалу керек. Енді неғылды бір баланы деп мәдениет тарауында актерлікте баланы зорлап, сол жаңағы бір неменен етіп, мынаны не қыласың, өтесің бүйтіп, ондай кәсіп емес та. Потому что ана жас балдар өздерге қызығып, ұстаздан мынаманы көріп жіберің, мына рөл мынандай еді деп қызығып бару керек. Ол біздер ұстаздар еш уақытта сөйтіп сұрап келсе қуанады, жәрдем сұрап келсе, үйретеді бір заттарды. Дұрыс айтасыз. Бар енді ондай бір несам жоқ балдар бар, көбінше ол актерлік шеберлігінен көрі, ана телефоннан тикток, сондайлары вайнермен, сондай түсіп жүрген жақсы оларға. Әлбетте, актерлік әлеміне қызыққан әрбір жас, әлбетте, ұстаздың етегін қатты тұтады. Енді біздердің институтымыз балалар тайын актер қылып шығармайды. Біздер жоллама береміз, жоллама. Мына бағытта барасың, мына бағытта барасың. Ал кейінен театрға барға деген ол театр бұл үлкен университет. Соманда көп тәлім тәрбиені соманда алады. Үлкен ұстаздардан, үлкен актерлардан, солардың қасында жүріп, солардан көп затты үйренеді. Әзір бір үлкен замети, үлкен актер айтқан ғой, жасы 70-лерге келген актер. Бір театр әзір Нәжімайдаға сондай зат көп біледі, сол жазып қалуың береген. Бір үлкен актердан сұраған, 70-ге шығып қалған актерден сұраған, сол театрда неше жылда, көп жыл, 50 жылдан бері істеп атырсыз. Сонда мен істеп атқан жоқ, мен елі оқып атпан деген. Мен сол театрда, сол кәсіпке елі оқып атпан. Елі үйренетін онларын көп деп айтқанда, сондай қазір бітіріп атқан жоқ. Театрымыздың қазір 70-80% біздің көркемдер мәдениет институтымызды біткерген балалар, қыздармен толысып атыпты. Бар, бірақ енді
балалар бар, болады, енді өздері қызықпаса болса келіп кетіп жүре береді. Бір үрел болар әйтеуір, патшаның астынан найзаны ұстап тұр, ха десе ха де, мә десе мә де. Көп ондай, ол жасырмаймын, театрымызда көп ондай балалар, қыздар көп. Құр уақыты құрып өтіп жүргеніне, егер значит қолынан келмеді, ол басқа кәсіп, басқа жаққа кету керек олар. Өмірі құрып өтіп кетеді. Не қыласың ол кәсіпті? Айтқанға бір, мен сахнаны дарбазарына арқаның үстіне жүреді ғой. Сондай деп білер едім дегенде, сол дарбазаның үстіне өте алатын актер ма? Сол өте алса, істесе, өте алмаса, онда қалсын. Қойсын жұмысты. Тілекке қарсы актер болу үшін емес, бәлкім сол диплом үшін оқып отырғандар да бар. Бар, оян жастырмаймыз, бар. Рахмет. Демек, сіз актер және бір тарептен тамаша көй һәм қанеге сыпатында бүгінгі жаратылып отырған фильмдерге көзқарасыңыз қандай, киноларға? Қазір Әуескер актерлар тарапынан түсіріліп отырған. Олма кино түсіріліп жатпады, бар ма өзі? Мен көп жылдар болды, мен кино қайдам, Қаралпақ фильмінен шыққан мына кино деп көрмеген деймін, бірақ Ташкенттен келген нелер кинолар көрдім. Ол Ташкенттің режиссерлары, Ташкенттің актерлары ең бас рөлдерге Ташкенттің актерларын әкеп қояды, кішігірім рөлдерге біздің Қаралпақтың актерлары ойнайды. Мәселен, мен жамалаған емес, Теңіз бе? Теңіз. Кинофильм ішті, Ташкенттің режиссерлары нелері келіп түсірді. Енді бас қаһарман рөліне, қыздың рөліне Ситора Фарманова жақсы, талантты актриса қыз. Мен киноларын көргенмен, бірақ енді Теңіз рөліне Қарақалпақтың Мойнақта, Қоңыратта жасап, сондай неған қыздың образын көреді, ол бірақ енді Қарақалпақ емес қой. Ол Бұхараның бір жақтың қызы. Ол ма Қарақалпақ ұқсамайды. Енді көп жүрсін жақсысы, көп жүрсінен ойнады. Біздерім көп жүрсін әкесінің рөлін ойнадым. Бірге съемкіде болды, бірақ жақсы қыз, талантты қыз. Мен оған ғапым жоқ, бірақ режиссерлар таңлағанда неге тұрып? Не үшін сол рөлді біздің Қарақалпақтың актер, актриса қыздарым ойнай алатын еді ғой. Кейден бір фильм түсірілді ғой сол. Айдынлар киносы, Айдынлар киносы. Айдынлар киносында сол кинода неден хабары жоқ қыздаргүлдің рөлін Гүлжағын деген қызымыз ойнады. Оның киноға да жаңағы не қылды, кастингке барған бір қызық болған біздің театрда режиссер жәрдемшісі болып Қабыл Арзымбетов деген жігітіміз істейді. Соның бір дайылы жиелігі мен бір жақынлығы бар екен. Бір неткенде барып айтқан, сен барып көрсең осы киноға деп. Бірақ өз қыздың ішінде қызығушылық бар екен сондай бір негені. Сол алып барған кастингте, өткен кастингнен сол героина рөлге қайтып ойнап шықты. Қарасаң, нағыз Қарақалпақтың қызының несі да, көресең де образын не, қайтып ойнап шықты. Мен көңілім толды соғызда. Өзі бірінші рөл, дебют рөлі жақсы ойнап шықты. Рас, әлбетте. Бәрібірде инсанның жүз келбетінен Қарақалпақшылығы білінеді, яғни үрпәтеттеріне, оның жүріс-тұрысына бәрібірде әдеуір түрде айырмашылық білдіріледі. Әлбетте. Яғни бүгінгі күнде сол жас әуескер актер, режиссерлар тарапынан цивилизация, анасы сүймеген кемпір, негізі ол киноларды көргенсіз бе? Расын айтайын, көрмедім. Көрмедіңіз? Көрмедім ондай фильмдерді. Демек, ол хақында тоқтап. Мен көбінше маған қапа болмасын, Қарақалпақтың телевидениесі десе, мен көптілеу мына Россия 24, спорт канал, сондайлар кейін классика деген каналдар бар, классика музыкалар десезен, Бетховен, Бах, соларды көптілеу көремен естіп, демаламын мен солар, симфонический оркестрлерін естіп, енді шедевр, үлкен дирижерлар нелеріне қалады, сондайлар көптілеу көремен. Кейін театр каналы бар. Басқа Россияның басқа театрларында не жаңалықтар бар, соларды көптілеу көрем. Бірақ енді жаңағы арасында кеп қалады, папа, Өмірбек Тазшаны көрсе, ой, қоя қойшы, Өмірбек Тазша хапте сайын береді, Өмірбек Тазшады. Білесіз бе, Өмірбек Тазшаны шыққаннан кейін, бір телевидение шыққаннан кейін, экранға шыққаннан кейін,
өзім көп уақытқа дейін көрмей жүрген екенмін. Арадан неше жыл өткеннен кейін бір күні бір үйге босылып барып қойсам, сол Өмірбек Тасжанов беріп жатқан екен. Арадан уақыт өтті, біраз жылдар өтті. Сөйтіп көріп отырып, өзінің қылып жүргендерімен балалардың Өмірбайдың құрбан қылып шен қатып келемін да өзім. Бірақ енді онша Қарақалпақтың несін бір жақсы передача болса көріп қаламын. Рахмет. Және бір сұрау бар бізде. Біз білеміз, сол кино әлемінде өзіңіздің орныңызға ие тұлғасыз. Әрбір инсанның жүрегінде ол үлкен болсын, кіші болсын, бір арзу ниет болады. Алдағы уақытта сол Қарақалпақ кино әлемінде өзіңізді және қандай образда халқымызға көрсеткіңіз келеді? Менің қайдем ол нелер бола ма, болмай ма, біздің Қарақалпақ халқының тарихы жүда бай тарихқа ие. Бай тарихқа қанша дастанларымыз бар. Мәселен, Қырғызды айтсақ болады, Алпамыс дастаны, Едіге дастаны, көп тарихи нелер көп қой. Мен мына түрік кинофильмдерін арасында көріп қаламыз мына өздерінің сол вақытта қаһармандарын нелерін көрсетіп не қылады ғой, өзінің ел үшін, халқы үшін ұрысқан нелерді, бір батырларды көрсетіп, Түркияның фильмдерін арасында көріп қаламын ғой. Қанекей бізден сондай бір кино рауажланып, какой-то бір білмеймін мен, или Түркиядан, или бір неден, соған бір сценария түзіп, бір Голливудтың нелеріне ме, бір не сояқтан келіп бар. Енді ол біздердің бұяқта режиссер, оператор жігіттер өкпелемес, қапа болмасын менен, бірақ енді ояқтағы деге біздердің оператор режиссерларымыз ондай дәрежеге жеткен жоқ. Сояқтан бір келіп, солармен бір шартнама үзіліп, сол қырғыздарды нелерді бір шығарғанда біздің Қарақалпақ дастаны қандай бір елге, дүнияға танып кетер еді деймін да. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Демек, жақсы идея бердіңіз, әлбетте тамашалап отырған инсаулардың, яғни кино классмендері арасында. Сіздің бір ұсынысыңыз бенен бәлкім алдағы уақытта түсірілуі. Қанекей енді, қанекей. Ниеті жолдасын дейді. Арман ет қою керек, ниет етіп. Дұрыс. Бүгінгі күнде жас талант иелері, яғни сізге хәуес етуші жас талант иелері оғада көп. Сізде сол балалығыңызда кімлерге хәуес еткенсіз, яғни актерлардан? Сондай болсам екен деп. Менің бұл мәдениет тарауына, искусство тарауына кіріп келу вообще қысқаша болды. Расын айтайын, мен кішкене уақытында көплеу ауырғанман, 7-8 класс уақытларымда көплеу ауырғанмын, мұрнынан қан кете беретін болған, ол ауырғын несін кейін бір больницаға жап лейкоменингит деме бір неме деген бір не қойды ма, диагноз қойды. Сөйтіп, уақытлары білесіздер, Союздың уақыты 7-8 класстан бастап пақтаға алып кетеді. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь жүресің таза жылға дейін пақтыда. Бір күні 8-ті бітіріп атпыз енді, 8-ші класс уақытта ғарып ишара теберсін айтты, бір ауырсат көтеру болмайды, қиналуға болмайды бала дегенде бір делер айтқан ғой. Сөйтіп, бір не бар ма деген, бір пақтаға алып кетпейтұғын бір оқу орны бар ма, бір техникум училище бар ма? Бірі тауып келді, ана музыкальный, Шапақ Шамырат атына музыкальный училище бар екен. Бопты, соған апарып тапсырғызамыз деді. Енді музыкада хабарым бар, ұрбап шерт білетін едім, дутар делер білетін едім. Анамыз бишара тейберсін, сол алып барды. Неге сол училищеге кіріп баратсақ, алдымызда тейберсін үлкен ұстаз, Базарбайға Надиров шығып қалды. Не ұзылсыздар деді, баламды бір неге не қылатын дедім деді, тапсыртуға кебем деді. Жүрің деді. Сөй бір аудиторияға апарып, ана пиан шеріп жаздың күні бір бақыртты, қара су, қара тер болдым. Сөйтіп, ұрыбатты үйінде де шерте бересең, вокалға тапсырасаң деді. Сөйтіп, сол дөген сол вокал қос дегенді оны айтып білу деген жоқ не. Сөйтіп, сонманда оқыдық, 4 жыл оқыдым.
уақытта ұстазымыз Мақсуда Қожаниязов уақытта фестивальлар, конкурстар көптеп кетіп қалады, кейін біздерді бір басқа мұғалімдерге бөліп беріп кетеді. Ол дұрысты не алмадық. Расын айтса, бұл қосшылыққа онша қызығушылығым болмады, расын айтайын. Жаңағы бір Қоранбай Ғазалиев айтып еді, баяғыда дауысы бар адамдар қосық айтатын ғой, қазір аузы бар адам бәрі қосық айтып кетті дейді ғой. Сондай болмасын деп, кейден оны бітіргеннен кейін біздің ұстазымыз сол уақытта үшіншінің директоры Кейғапа Әбдірейімова шақырып алып, енді сен не қыласың? Қаяққа филармонияға неге не қыламайсың? Сен оқуыңды давам еттіресің бе? Ташкентте театральный институт бар. Айтқанда біздер екінші курсымызда театрға біздерді 0,5 ставка жұмысқа алып қойды, хорға. Бірақ театрда жүріп, ана Сүймегі Сүйкенбе, Бердақ, басқалай спектакльлерде, массовкіде, андай бір лашкерлерге, найза, қылышларды алып жүретін елдерге алатын ойнады да, сол ойнап жүреді, айлық беріп қойды. Мүмкін солдан қызығушылық атқан шығар да. Сонан кейін сол театральный институтқа направление берді. Сол Ташкентке театральный институтқа сояқта оқып, тәнім алып, үш кәсіптің несі болып қалдық. Әлбетте, демек, сіз басқыш бұл актерлық тарауына кіріп келгенсіз. Десеген болады ол. Рахмет. Біз білеміз, қалғы қадірлеген талант құжетлі фильмі түсірілген һәм онда сіз белгілі инсанлар қатарында интервью бергенсіз. Демек, фильм таяр болғаннан кейін Тамашагөй испатында фильмге бақаңыз һәм сол фильмді тамашалап атырған уақытыңызда қиялыңызға нелер келді? Енді ол Нәжімайдығы Аңсатбаев не қылдейді, ана орысша айтқанда не қылдейді бұна Хәмме затты білетуін, хәмме заттан хабары бар. Сен тек Қаратпақ театры емес, орыс театрлары, өзбек театрлары, қазақ театрлары бәрінің іште тарихын білетуін, сода ойнаған актерлардың қашан, қайсы рөлді, қай жылы, қай уақытта ойнаған бәрін бір деп, орысша айтқанда ходячий архив дейді ғой. Архив, көп затты алып қалуымыз керек. Онда мен көбінесе сол сабағына барып, балдарменен бір театр тарихы, нелер туралы айтып беріп отырады, сол көп кәпін тыңлап отырамын. Соңғы сол Нәжімайдіға туралы бір үлкен тұлға туралы бір несін бергенде, негізі енді ол сол түсіріліп жатқан Нәжімайдіға болса, Нәжімайдіға өзі таңлайды ғой, мен туралы мына адам сөйлесін, мына адам сөйлесін. Негізі енді мен енді ізін қуып кетіміз ғой Нәжімайдіғаның. Соның үшін мені таңлаған шығар, сол Базарбайым сөйлесін деп. Бірақ Базарбай демейді, Әлеш дейді мені. Әлешіға. Көптеген инсанлар сізді сол Әлеш аты менен, Әлеш аты менен таниды. Рахмет. Кезектегі сұрауым сонан ібарат. Біз білеміз сіздерді, яғни сол сіздердің уақытыңыздағы кинолардағы бүгінгі күнде сол сіздердің әпуайлығыңызбенен, сондай инсанлар менен жылы жүзлі сәубетіңізбенен жақсы көреміз. Һәм әлбетте бұны ықласпен телетамашагөйлерде сағынды. Себебі сол Қоңсылар фильміндегі инсанлардың бәрібір бүгінгі күнде жүз келбеті де өзгерген. Бүгінгі күнде сол телеэкраннан көрсе өзгеше қуанады, толқынланады. Сіздерде біз ешқандай бір жұлдызлықты сезбейміз, менсінбеушілікті сезбейміз, бірақ тілекке қарсы бүгінгі күнде сол тек қана кино әлемінде емес, бәлкім эстрада жөнелісінде халқымыздың көзіне түскен, яғни жастар, өзіңіз білесіз, сол жұлдызлық кеселіне ұшырамақта. Сіз оларға не айтқан болар едіңіз? Енді мен олыма жұлдыз, звезда деген гәпке қарсыман. Жұлдызға елі космонавтлар ұшып жетіп бараман ғой, жұлдызға жету қиын. Дұрыс. Қайдым ол звезда, жұлдыз дегенге мен қарсыман. Әзір бір балалар, нелер, маған қапылмасын, бір қосы, екі қосы айтып, уже жұлдыз болып кетеді. Ана неден, журналист, енді кешірсіз, сіздерден бар. Қаратпақ жұлдызы деп таныстырады. Екі қосқа айтқан балам не? Маған айтып кетті қой, жаңа бая ауыз бар адам бәрі қосшы болып кетті деп. Сондай бір әзір заманның рауажданған уақытта мына компьютер дейміз, не дейміз? Иә? Құрттай дауысың болса болды, соны бір компьютерге салса мынандай шығарып береді екен ғой. Сондай қосты айтып,
Бірден жұлдыз болып қалады, хоп беріп қалады балалар. А кейінен олардың маған атақ бермей ме дегенін не хайран қаласың ғой. Маған атақ бермей ме? Мәселен міне Құрбанбай Қаландаров әммеге белгілі, бірақ жұлдыз емес. 23 жылда Қарақалпақстан қызмет көрсеткен атағын берілді. 23 жылда. Сен ойланып қараң, әзір балалар бір қосық айтады, 4-5 жыл асып кетсе, уже атақларын бәрін алып атыр. Бір қосықшылық несіне азмаз бір нелеу, жеңілдеу қарайтын болды, жеңіл емес, бір басқашылау қарайтын болды ма? Енді әзір көптеген қосықшыларымыз тірілей дейме, живой айттырып не қылайық, мәселен театрда концерт берейік, барлық нелер соңына не қылайды, запись, фонограмма деген тоқтатып, концертлерді живой не қылатын болсын, көрейін сол уақытта айтқан театрда, тамашагерлердің алдында живой айтқан. Көптерінің сыры ашылып қалады ондай жерде. Мына компьютер деген сұлу дауысын сұлу өтіп деді, оған жастарымыз кетті. Мәселен театрда Алпамыс болатын болса, Алпамыс спектаклінде һәм ариясын айтады, һәм рөлін ойнайды, һәм действие қылады, һәм қылышласу, жору, таныс ойнау бәрін бір актер атқарады ғой. Дұрыс. Оларда запись, панограмма деген жоқ біздің актерлер. Құдай сақласын, біздің театрға кіріп келмес, панограмма ойнау деген. Онда осы театр деген өлді деген сөз. Соның үшін азмаз эстрада жөнелісіне, енді жастарға жақсы шығар, эстрада жөнелісіне солардың атқарушыларын азмаз, баяғыда Союз композиторов деген бар еді. Солардың бір несінен елуіне өтетін еді. Нелер, қосқылар, нелер, қазір бір әме қос шығаратын болып кеткен, бір қостардың мәнсәм жоқ та. Сүйемен, күйемен, өлемен, жандым, гілең бір қостарды шығар, адам бір хәсет етіп тыңласында. Дұрыс. Ертең лауреат дейді, бірнеме болып кетті дейді. Енді оперный қостар бар, оперный қосшыларымыз. Әне, солар нағыз талант десем болады. Жұрт бұл, Дәрібай Қожамберген, Қарақалпақстан қызмет көрсеткен артист. Операда айтады, эстрададан сындырып жібереді айтқанда. Бірақ өзін сол несін ұстап жүреді. Солай емес бе? Оға да орылы пікірлер болды. Әлбетте, хақиқат ащы болады дейді. Бірақ хақиқатлар айырылды. Хақиқатында да сол бір-екі қосық шығарып, я болмаса киноға түсіп, я болмаса вайнер шығарып, бір социал тармақларда халқымызға көзіне көрінсе, һәм оларға сол социал тармақларда лайк деген бар, ол лайгі көбейсе, жұлдызлық кеселіне ұшырап атқалар да аз емес. Һәм олар бізді тамашалап отырған болса, сол ұстазымыздың айтқан әрбір пікірін өздеріне керек жерін түртіп алған болса, біз қуаныштымыз. Жастар жоқ, баяғыда ертеректе біздер тойға, той басқарады, жастар тойы несін, бір тойды басқарып атпыз. Бір бала келді, үй батқан баланың інісімен мен деді, туысқа інісімен алға. Менің бір балаларымның қосшы балаларым, солар жаңағы объявление жіберді, солар нәубетті бер деді қосыққа. Кім ол балалар десем, пәленше деген деді. Кім олар десем, соны танымайсыз ба? Солдай қосшыны танымайсыз ба? Айна кешірсің, мен танымадым оларды. Бірақ та келді бір-екі бала. Бердік номерді, шығып айтып, не айтып атыр, мен түсінбедім олама. Ал ана жағы баланың жоралары нелері бір ортаға шығып, бір кеулер толып ойнады. Ал мен өзіме қабыл ете алмадым қосықты. Маған айырға сондай қосшыны танымадыңыз ба деп не? Қап көтті маған жағы Базарбай Назировты, Мақсет Қожаниязовты танымадың ба дегендей болыпты да. Ой, әне Құдай сақласын. Сондай. Осы жерде және бір сұрау пайда болды. Мысалы, сол сіздердің дәуіріңізде талантты соншелі дәрежеде қадірлеген һәм сол дәрежеде әрбір қосық дүрелместен алдын сыннан өткен, еңбектен өткен әлбетте болады. Не үшін бүгінгі күнде оларға ол дәрежеде этибар қаратылмай атыр? Оны енді уақытта біздер орысша неме айтқан Союз композиторов деген болатын еді. Әзір ол мекеме бар ма, жоқ па?
бірақ негізі сол қостардың бәрі сол неден өтілу керек. Кейіннен телевидение басқа тармақтардан жіберілмей, рұқсат бермеу керек. Міне үлкен композиторлар бар ғой, міне Құранбайға Заритдинов бар, Назарға Қалибеков бар, басқа да Абдан апа бар, Сапарова, басқа да көп, Нәжімайдыға Мұхамединов бар. Солардың несінен өтілу керек та бұл қостардың бәрі. Жібере беру керек, не болса соны. Аз көп қоста ұрлық болып кетті, ана турктың нелерінен, я қазақтың нелерін бір жақтардан айту, музыкаларынан ұрлап неғып кетеді, бір тыңлап отырсаң бір қосқа ұсап кетеді, қарасаң ақайсыз бір туристі бір қостың намаз екен да, ұрлаған басталып кетті. Соларға азымаз бір қарау керек. Уақыт өтіп, ертең өтіп кетсе, ертең біздің бозатауымызды қазақтар біздің қосықты деп айтып жүрсе, және бір миллет біздің қосығымыз деп айтып жүрсе, эстрада етіп. Бозатау біздердік қой, Бозатау. Демек, көрсетуімізде кезектегі сұрауымыз бар өзіңізге тәрілген. Бүгінгі күнде сол кино түсірілу барысында, яғни суретке алыну барысында әрбір актер менен өзара шартнама түзіледі. Яғни бұл гонорар мәселесі. Көліңізді қанықтыра ма бүгінгі күнде Қарақалпақ кино актерларына деген беріліп атырған гонорар? Ұлумаяқ. Ұлума. Айту қойылсан гонорарларын, беріп атқан гонорарларын. Баяда бір актер айтқан екен, жаңағы бір таулы жерге бір съемкеге барған, съемкеге Мерседес машин беріп керек болып қалған, ол сол съемкеге. Мерседес машин алып келген, сағатына пәлен бай сом төлейді екен. Оның бір мизер дейін төлейткен актерларға, сөйтіп бір ешекті алып өту керек болған. Ешектің гонорары сол уақытта бір 500 сағатта 500 мың ба, құлас қалем сонда алып кеткен ешек. Ал сол уақытта актерларға төленетін, сағатына төленетін несі 25 мың екен да. Ешек 500 мың алады сағатына, адам 25 мың алады актер. Енді салыстырың ешекпенен актерді. Арасында қандай, бірақ ешекте минет қыламыз ғой біздер киноға түсу үшін. Енді және бір жері менен қапа болмасын, Ташкенттің кино ижадкарлары көп бір-екі фильміне түстік, Ташкенттен келеді. Оларға төленетін гонорар мынандай. А біздерге төленетін мынандай. Бұларға болады ғой деген дейтін. Неге айырады? Бір мәрте Мұрат Байнизанов бір фильмнің несіне Ташкентте түсетін болдық. Еркін Камил, үлкен ұстаз, актер, сонымен түсетін болдық, құдамызы ойнайтын болдық. Сол съемка баратқанда Мұрат Байнизанов айтты, ал сен Еркін Камиловпенен барып сөзсең, Еркін Камиловпенен соңысын, біздерді жаңағы подвайт етпе дегендей нелерді айтты. Мұратбайға дедім, Еркін Камилов қаяқта оқыған дедім. О, Ташкентте театраниста, менің сол театраниста тәлімаған ба дедім, менің сол ұстаздары оқығанмын. А менен қайыр артық ол Ташкент актерларының. Олардың ойнаған рөлін менің қолымнан келеді ойнау. Ол өйтіп не қыла бермең дедім. Қарақалпақтың актерларын, кино актерларын ұлыма пәске ұрыңғырап дете бермең деп. Төп бардық, киноға түстік, не қылдық, келдік. Ну, бірақ гонорар мәселесіне келгенде, ұлыма айтуға ұят. Мен айтпай-ақ қойын, тамаша өйлер еспей-ақ қойсын, бұлар ертең пәнен негеде шақырып алуға бола береткен ғой. Арзан әртістер екен ғой дейді да. Сонымен, кімнің айтқандай, ешекке 500 мың сағатына, актерларға 25 мың дегендей гәпті. Дұрыс, ашынарлы. Әлбетте, енділікте сапластырылады деген ойдамыз. Енді әзір киностудиямызда таза жас басшылар болады, енді бір жақсы жағына бір өзгерістер болады деген үміттеміз. Дұрыс. Көрсетуіміз жұмағында сол Қарақалпақ фильм киностудиясындағы ең соңғы жаңалықпен өзіңізбен бөліспекшіміз. Бүгінгі күнде Әжинияз көркем публицистикалық фильмі суретке алыну алдында. Біз білеміз, алдын Зиуар көркем фильмі суретке алынды. Онда өзіңізде рөл атқарғансыз. Енді міне көркем публицистикалық фильм болып шығарылу алдында ол жерде сол Әжинияз бабамыздың жақсы көретұғын қызы образында да
бас қаһарман ретінде бір қыз сайланады. Әлбетте, har кімнің пікірі бізге қызық, халқымызға да қызық. Сіз киноактер есабында бас рөлде кімді көрген болар едіңіз? Енді оны режиссер, оператор шешеді, енді оған кастинг болу керек, енді кастинг болады. Бірақ мен біздің театрымыздың актрисалары болып келемесін, театрымызда жоқ ол рөлге қандай қыздарымыз жасы мініп кетті, бала шағалы болып кетті. Жастама шөгілер театрын білмедім, бірақ мен не қылар едім, өзімнің пікірім, егер көркемөнер мәдениет институтынан 3-ші курс, 4-ші курстар бар, 2-ші курстар бар, солардан бір іздеп көру керек кастингке. Сол қыздардан, жастардан көру керек. Рахмет, тоғырлы пікір. Бұл да біз үшін сіздің пікіріңіз ахметлі десек те болады. Бұл да бір бізге үлкен ұсыныс болды. Рахмет. Демек, достар, қадірлі теле тамаша көйлер, һәм бізді тамашалап отырған бәрші заманласлар, міне кино подкаст көрсетуіміздің кезектегі санында сіз һәм біз сүйген актер, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Достық ордені иесі, қала берсе бүгінгі күнде көптеген жастардың ұстазы, доцент Базарбай аға Назарымбетовпенен жақсы сәубет болды, һәм әлбетте өзімізге керек халқымызға, актерларға, хәтте сол эстрада әлемінде жүрген қосқышыларға да үлкен бір үгіт насихат айттыңыз. Һәм әлбетте айтады ғой, ұстазы күштінің ұстамы күшті деп. Сіз ұстазлардан бағдар алған ешбір жас, меніңше көркемөнер тарауында жаман жолдан жүрмейді. Келін, көрсетуіміз жұмағында халқымызға пікіріңіз болса, кәсіпкерлеріңізге айтар пікіріңіз болса, шәкіртлеріңізге тілегіңіз болса, мархамат. Ama tiyatro terbiye maskanı deydi. Айтады ғой, үлкен ұлы актерлар, ұлы драматургтар айтып кеткен ғой театрдың десін. Соның үшін театрға жастарымыз көптеу барып тұрса. Енді театрда мен білемін, жаңағы көп адамдар көшеде жүргенде сауға болмай кетті ғой, сауға бір күлкілі бір зат болмай кетті ғой. Енді адам сауғада енді өз алдына ғой, жеңіл-желпі нәрсе барып спектакль көріп тұру керек. Адам бір рухи демалу керек. Бала шағасымен барсын, балаларын кішкене уақыттан соң театрға тәрбиеласын. Театр жастарды тәрбиелайды. Сен оңанда жауызлық болса, жауызлықты көреді, бір адамгершілік, не басқа да спектакльдер бар ғой, соларды көрсе, мынандай болу керек, мынандай болмау керек ғой деген пікірге келеді ғой жас уақытында. Сөйтіп театрға үйрету керек. Театр халықты тәрбиелайды. Дұрыс. Соның үшін барлық жастарымызды, халқымызды театрға шақырып қаламын. Келіп тұрыңдар, спектакльдер көріңдер. Кеше міне мен көптеу сөйлеп кеткен болсам кешіресіздер, бірақ Мұхтар Әуезов театры Қазақстанда, Алматыда Мұхтар Әуезов театры келіп 3 күн спектакльдерін көрсетті. Соларды көріп, қандай халқымыз әжет. Мен өзім қуандым халқымыздың басқа миллеттің, қазақ миллетінің театры келгенде солардың спектакльіне сүйіп, Қыз жібекті көріп, соларды көріп, бір күйеулері толып қол шапатлап, қандай бір байрам болды. Алдын біздердің барғанымызда Алматыға Мұхтар Әуезов театры барған. Міне ең қазақтың театрларының ең атасы Асан Ашимді айтсақ болады. Сол өзі күтіп алып, сахнада шығып сөйлеп, бүгін былайша гастроль емес, бүгін былайша спектакль емес, бүгін бір байрам болып атырыпты деп шығып сөйлеп, спектакльімізді көріп, солар енді кеше келгенде жақсы күтіп алып шығарып салдық. Мен ойлаймын, бір қазақ театры мен Қарақалпақ театрының арасында бір бекем көпір салынды. Енді Құдай қаласа, қазақ театрлары мен Қарақалпақ театрының арасында қатынас күшейеді. Дұрыс айттыңыз. Хақиқатында да 3 күн давамында өздеріміз де барып көрдік спектакльді. Қазақ миллетінің тілі қарақалпақша, яғни Қарақалпақ тіліне жүдә жақын. Соның ішінде халқымыз жақсы қабылдады. Демек, көрсетуіміз жұмағында өзіңізге мінет ашылғымыз, шексіз қымбатлы уақытыңызды ажыратып, көрсетуімізге келгеніңіз үшін құрметіміз бәлен, һәм телетамаша көйлер атынан да рахмет айтамыз, себебі сізді көптеген ықласмендеріңіз сағынған еді. Өзіміз де сол көрсетуімізге келгенше асықтық. Солай екен, алдағы жұмыстарыңызда, дөретушілікте бәлен паруазлар тілейміз. Әлбетте, ұстаздың ең үлкен мақсаты сол шәкіртлерінің үлкен жетіскерліктерін көру. Сізге сондай
Тілек тілейміз. Енділікте сол сіз даярлаган шәкіртлер үлкен Қарақалпақ фильмлерін жаратып, бас рөллерде ойнап, кәміне келдіріп атқаруына тілектеспіз. Рахмет. Рахмет. Демек, достар, қадірлі телетамаша көйлер, киноподкаст көрсетуіміздің бүгінгі екінші саны ұсының менен өз жұмағына жетті. Біз қуанышлымыз, бүгінгі сәуетіміз оғат әжайып болды. Хәнде көрсетуіміздің кезектегі санларында да сіз сағынған актер, хәнде режиссерлар менен көрсеміз, һәм әлбетте сәует алып барамыз. Әзірше болса, сіздермен қоштасамыз. Қош, сау, аман болың.